Достар, сіздердің назарларыңызға мына бір маңызды кітапты ұсынғым келеді. Бұл 2022 жылы Америкада шыққан кітап Atomic Step, How Kazakhstan Gave Up the Bomb деп аталады. Қазақшасы да бар, 2024 жылы аударылған атом улаған дала деген. Яғни бұл кітапта Қазақстан қалай ядролық қарудан бас тартты. Және сол ядролық қаруларды сынаған кезде қазақ даласы, қазақ адамдары қаншалықты зардап шекті. Сол туралы өте өзекті, маңызды кітап. Архив деректері өте мол. Және сол ядролық қарудан бас тарту кезінде жүргізілген саясатқа араласқан, атсалысқан адамдармен де сөйлесілген, солардан сұхбат алған кітап. Авторы Тоғжан Қасенова. Бұл кітапты автордың өзінің айтуынша 15 жыл бойы жазған, яғни өте көп еңбек еткен, өте көп еңбек сіңірген, көз майын тауғызып отырып жазған деп айтуға болады. Бұл өзім айтар едім, соңғы Қазақстан тарихындағы, Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері жазылған өте маңызды кітаптардың бірі деп. Сондықтан оқып шығыңыздар. Өзім ағылшыншасын оқып шықтым, асықпай отырып оқыдым. Ал қазақшасын оқыған азаматтар да айтады, оның тілі өте жеңіл деп. Өйткені оны аударған Динара Мәзен және редакциялаған әйгілі Назгүл Қожабек. Меломандар дүкендер желісінде былтыр саудаға шыққаны белгілі. Сондықтан сол жақтан тауып алып оқыңыздар. Көп нәрсеге көздеріңіз жетеді.